Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын трайфлдың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай әрі қарапайым, міндетті түрде дайындап көріңіздер, отбасыңызға ұсыныңыздар. Ал енді ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Үлкен болса 4 жұмыртқа, егер кішілеу болса 5-еуін қосқандарыңыз дұрыс. Құмшекерімізді салып миксерлеп аламыз. Алдымен жай жылдамдығынан бастаймыз, сосын жайлап көтере береміз. Жоғарғы жылдамдығына дейін көтеріп миксерлеп аламыз. 2-3 еселенгенше осылай. Енді ұнымызды үкістен өткізіп, аз бөлігіні қосып аламыз. Ұндың барлық бөлігін салып жібермейміз, аз-аздан қосып миксерлеп отырамыз. Енді разрыхителімізді және де ванилинімізді қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Толық рецепті описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Еш қорықпастан жасап көріңіздер. Менде бір істегеннен ұқсап шықты. Енді какаомызды қосып, 2 ас қасық какао қосып, оны да үккіштен өткізіп аламыз. Міндетті түрде барлық заттарымызды үккіштен өткізсеңіздер, өте жақсы көтеріледі. Енді осылай миксерлеп болғаннан кейін осылай қою түсте болады. Шіле сұйық болып кетпеу керек. Формамызды алып, өзіміздің қалаған формамызда құйып пісіріп алатын боламыз. 180 градуста 30-35 минутта пісетін болады. Қызып тұрған печкада. Көріп тұрғандарыңызды енді осындай зубочистканың көмегімен тексеріп аламыз. Ешқандай жабыспаса болды, пісті деген сөз. Өте пышный болып шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Нежный бисквит болды. Енді кремін дайындап аламыз. Менде үйде бар сливкиді құйдым. 241 грамм болды. Оған сахарный пудрамды салып, жақсылап миксерлеп алдым. Қою болғанша миксерлеп алдым. Одан кейін творожный сырды салып тағы да миксерлейсіз. «200 грамм творожный сыр қостым. Енді жақсылап миксерлеп, салафанға салып қоятын боламыз. Салафанға салып, оған дейін бисквитіміз суып тұрады. Суыған бисквитті блендердің көмегімен жақсылап желе майда қылып жібермейміз. 1-2 рет айналдырсақ болды. Егер де блендер жоқ болса, қолымызбен ұсақтасақ та бола береді. Ұсақтап болғаннан кейін арнайы формаларға немесе үйде бар ыдыстарға салып шықсаңыздар да болады. Коржымызды ұсақтап болғаннан кейін енді кремімізді арнайы пакетке салып, бір шетке қоямыз дағын. Ыдыстарымызды дайындап, ыдыстарымыздың астына бірінші болып корждарымызды орналастырып шығамыз. Енді үстінен кремімізді сүртеміз. Өздерің қалауларыңызға байланысты, егер крем көп болғанын қаласаңыздар, көптеу қосасыздар. Бізде тәттіні онша қатты ұнатпайтындықтан кремді аздау қостым. Соның өзінде өте дәмді болып шықты. Үстінен тағы да коржымызды салып,
тағы кремімізді сүртіп 2 ыдысымызға да холодильникке салып қоятын боламыз. Менде корждан 2 ыдыстан басқа үйде бар ыдысқа тағы 2-ін істедім. 4 штук шықты. Ораза кезінде істеген болатынмын. Монтаждап салуға уақыт болмады. Қол босамағандықтан енді салып отырмын. Ауызашарға істегенмін. Негізі шаймен өте дәмді болып шықты. Енді холодильникке салып, немесе морозильникке 1 сағатқа, немесе холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Енді шоколадымызды құйып шығатын боламыз. Аздап сливкиді ыстып, газда қайнатып жібермейміз. Аздап ысығаннан кейін шоколадымызды салып, Қазақстан шоколады менде салып араластырып аламыз. Немесе сармай қоссаңыздар да болады. Аздап шоколадымыз қатып қалмау үшін осылай құйып шығамыз. Сәндік үшін менде жаңғақты қолдандым. Үйде бар заттардан дайындағандықтан, үйде бар жаңғақты ұсақтап, осындай бетіне сеуіп шықтым сәндік үшін. Және де Қазақстан шоколадын осындай пышақтың көмегімен қырып, бетін сәндедім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецептерім ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менде барлығы өте қарапайым, үйде бар заттардан дайындалады. Аса көп заттарды қажет етпейді. Сол үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоларымды жоғалтып алмау үшін лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәмі деген енді өте керемет. Холодильникте 2 сағат тұрды. Өте нежный болып, ауызда еритін трайфл болды. Балдарыма өте қатты ұнады. Жұбайыма да ұнады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдағы уақытта көріскенше аман сау болыңыздар.